Саламатсыздар ма, қымбаттыларым? Күнделікті Құран-ы Кәрімнен үзінді оқиық. Нұр сүресі 358 бет. Сауабы сіздер мен біздерге болсын. Ержеткен балаларың бұрынғылар рұқсат сұрағандай рұқсат сұрап кірсін. Осылайша сендерге Алла аяттарын ашық баян етеді. Алла толық білуші, хикмет иесі. Некеленуден күдер үзіп, үйде отырған кемпірлердің зейнеттерін ашпай, сырт киімдерін шешулері айып емес. Егер бұдан да сақтанса, олар үшін тағы жақсы. Алла толық естуші, әр нәрсені білуші. Бір үйден тамақ жеулеріңде соқырға кінә жоқ, ақсаққа кінә жоқ, ауруға да кінә жоқ. Сондай-ақ сендерге өз үйлеріңнен, әйелдеріңнің, балаларыңның, не әкелеріңнің үйлерінен, я шешелеріңнің үйлерінен, я аға-інілеріңнің үйлерінен, я әпке қарындастарыңның үйлерінен, я әкелерің мен туысқан көкелеріңнің үйлерінен, я әкелерің мен туысқан апайларыңның үйлерінен, я нағашы ағаларыңның үйлерінен, я нағашы апайларыңның үйлерінен, немесе кілттеріне ие болған не достарыңның үйлерінен тамақ жеулеріңде айып жоқ. Сондай-ақ бірлікте не жеке-жеке жеулерің айып емес. Қашан үйлерге кірсеңдер, өздеріңе, мұсылмандарға Алла тарапынан көркем берекет тіршілігін тілеп, сәлем беріңдер. 4-ші сүре 86-шы аят. Осылайша Алла сендерге аяттарын ашық баян етеді, әрине түсінерсіңдер. Сау саламатта болыңыздар. Сауабы сіздер мен біздерге болсын. Әр таңдарыңыз әдемі атып, әр атқан таңда бақытты, бақдәулетті, байқуатты ғұмыр кешудемін деп өзіңізді мақтап қойыңыз. Күндеріңіз сәтті өтсін.